Мына видеоны сен сілтеме арқылы өтіп көріп жатырсың. Яғни мен жібердім, не болмаса сенің жақын танысың жіберді. Сенің жақын танысың, не болмаса мен саған пайдалы болсын деп жібердім. Сондықтан мына видеоны егер аяғына дейін қарайтын болсаңыз, мен сізге ең аяғында арнайы сыйлығым бар. Міндетті түрде аяғына дейін көр. Сәлем жақсылар, осыменен біздің екінші шығарылымымызда біз өзіміздің курсымыз жайлы кішігірім сіздерге толығырақ, қысқа және де нұсқа, бірақ та толығырақ ақпарат беруді дұрыс көріп отырмыз. Біздің жалпы бұл курсымыз сіздерге арналған 102 сабақтан тұрады. Қателеспедіңіздер, 102 сабақ 4 ай бойы деп шештік. 2 ай бойы сіздерді кураторлар және де мен өзім қарамағым алып сіздерге жауапкершілікпен қарайтын боламыз. Ал қалған 2 ай бойы сіздер таза қайталау процесінде боласыздар. Яғни кез келген уақытта 2 айдың ішінде сабақты көріп алу мүмкіншіліктеріңіз және де бумажный форматтағы қағазбен жасалған үй тапсырмасына берілген тапсырмаларды, чек-листтарды, гайдтарды тегін жүктеп ала алатын уақыттарыңыз болады. Сонымен 4 ай бойы оқитын курста сіздер не өтесіздер? Бүгінгі негізгі шығарылымның бірінші бөлімі осыған арналады. Бірінші бөлім компьютерлік сауаттылық, яғни адам бастап яға дейін. Бұл жерде қарапайым арзан қымбат компьютердің айырмашылықтары, компьютердің ішіндегі АЗУ, материнская плата, видеокарта, соған экранның тіпті жаңағы диаметріне дейін мән береміз. Қандай компьютер сатып алған дұрыс, жұмысқа қайсысы қолайлы, ойын ойнауға қайсысы қолайлы, арнайы студияға, яғни осы біздер секілді видео запись жасау үшін қандай ноутбук, не болмаса компьютер алған қолайлы екендігін айтамыз. Компьютердің біз үшін пайдалысы әрине ұзақ өмір сүрген. Сондықтан компьютерді қаншалықты дұрыс пайдалану, қаншалықты дұрыс күтіп ұстау туралы әңгіме айтылады. Және де бұл жерде қолданылатын компьютерлердің қандай жақтарына қатты ескеріп мән беру керек екенін айтамыз. Оның ішіне орнатылатын программалар жайлы айтамыз. Яғни жаңағы Word'тан бастап, антивирустан бастап, бізге қойылатын көп сұрақтардың бірі антивирусым ескіріп қалды, Word'ым кілт сұрап жатыр, менің Microsoft Windows жаңағы Microsoft Office Windows'та да шетінде активация деген дәл қазір мен сізге кепілдік беремін. Осыны көріп отырған 10 кісі болса, соның міндетті түрде 5-еуінің компьютерінің шетінде активируйте, пожалуйста, Windows деген жазу бар. Оған мен кепілдік беремін. Соның барлығын қалай алып тастауға болатыны әрине ешқандай шығынсыз. Біз барлық сіздерге қажетті программаларды, яғни мен білмеймін, нақты бағасын білмеймін, бірақ біздің курста бірінші бөлім, бірінші модульда біз сіздерге 46 сабақ береміз. Сол 46 сабақтың барлығының лицензиялық бағдарламалары кем дегенде бір 46 мың теңгеден есептесек 46 мың теңге тұрады. Бірақ та антивирустың өзі ең арзаны дегенде 4,5-5 мың теңгеден басталады. Ендеше орташа есеппен 3 мың теңге деп алатын болсақ, 46 сабақты 3 мың теңгемен көбейтсеңіздер 78-80 мың теңге шығып кетеді. Соның барлық программаларды біз сіздерге тегін береміз. Және де оның ішінде айта кететіні Camtasia, Movavi, OBS, Skype, міндетті түрде қалай орнату керек, қалай Skype'пен дұрыс жұмыс жасау керек, Zoom'ды да айтамыз. Браузердің қайсысы пайдаланған тиімді, оны да айтамыз. Видеопроигрыватель, аудиопроигрыватель, яғни ойнатқыштар, Photoshop программасы, WinRAR, эмулятор телефон, яғни сіздің телефоныңыздағы экранды компьютердің экранына көшіру. Сол арқылы проекторге өзіңіздің телефоныңыздағы экранды көрсету. TeamViewer, AnyDesk, удаленно компьютерлерді басқару. Біздің кураторлар курс басталған кезде сіздердің компьютерлеріңіздегі бір ақаулар болған жағдайда курсқа қатысқан адам автоматты түрде өзіне доступ кураторменен байланыс ұстайды. Яғни осы AnyDesk, TeamViewer арқылы біздің куратор Америкада отырса да сіздің компьютеріңіздің
ішіне кіріп, дұрыстайтынын дұрыстап, бұрысын өшіріп, дұрысын қалтыра алады. Және сіздің орныңызға әрине қажет болса Word-та документте жазып бере алады. Мысалға, айта берсек, программа өте көп. Егер бұл жерде мен қазір сіздерге 46 сабақты айтатын болсам, өте пайдалы екеніне көздеріңіз жетеді. Себебі біздің, мысалға, менің өзіме қаншама адам жекеме жазады, қаншама сұрақтар, өте жеңіл сұрақтар, әрине олар үшін қиын, өте қиын сұрақтар олар үшін шыны керек. Кейбір жаңағы жақсылықты ойламайтын программист мырзалар, айта кеткен жөн, әрине бір болмайтын бір программаны орнату үшін 2,5-3 мың теңге алады. Ал оны егер өзіңіз білсеңіз, 5 минуттық шешім және де тегін. Сондықтан біздің бірінші бөлім таза компьютерлік сауаттылыққа арналады. Компьютерді дұрыс толық білмей басқа бір нәрсе істеймін деу, ол өте ақымақтық деп ойлаймын. Себебі біздің заманымыз қазір осы компьютерге тәуелді. Презентация қайда жасау керек? Бизнес презентация қайда жасалады? Кәсіп қайда жүреді? Аналитика қайда жасалады? Отчеттар қайда жасалады? Ұстаз болыңыз, маркетолог болыңыз, не болмаса кәсіпкер болыңыз, барлығы осы біздің төртбұрыш сиқырлы сандықшамызда, келсесіздер ғой. Сонымен біздің бірінші модулімізге шағын шолуымыз осындай компьютерлік сауаттылық жайлы болды. Келесі екінші шығарылымда маркетология және де қаржылық сауаттылық туралы сіздерге толық айтып беретін боламыз. Сонымен біз өзіміздің уәдемізді орындаймыз. Мына видеоны аяғына дейін көрген сізге арнайы алғысымды білдірем, және де ары қарай тарата беруіңізді өтініп сұраймын. Біздің сізге беретін сыйлығымыз сіздің компьютеріңіз не болмаса ноутбугыңыздың өмірін ұзартатын 15 кеңесті арнайы PDF форматта жасап дайындап қойған болатынбыз. Төмендегі сілтемені басып өзіңіздің сыйлығыңызды алыңыз.